влогты осындай бір әдемі жерде сіздермен мынандай бір атмосферада бастайшы деген ниетпен енді ғана ашып отырмын күнделіктің бетін. Тап-таза ғана аппақ болған бетіне маған ұнаған комментарияны жақсы жазған адамның есімін жазып, сол адамға тілек жазып, может сол адамға бір факт айтып, сыйлық жасаймын да мен. Ол сыйлық мүмкін ол Кореяға билет болып қалуы мүмкін де. Көп емес өзің үшін дабыл. Кореяда может бір суретті түсіріп, видео жолдау жіберетін шығармын. Сіздерді рекламировать етуге тырысамын, короче. Сол үшін лайк, комментарияны аямаймыз, тіркелеміз каналға, я? Диктофон жазып отырсам, мына кісі келіп артымды сыпырып, мазаны алып жатырды. Кішкене қонақ жайлық деген бұл группқа апке, әпше, тәте жазып біттім. Енді осыны қазір диктофонға түсіріп, Telegram каналыма да жазылып қойыңыздар. Телеграмға осыны аудио подкаст ретінде жазып, салып жүретін болам. Мен шыны керек әлі жүріп келе жатырмын ше. Бір отыратын жер таппадым әлі. Мекті тастар тұр, может тасқа отыра салсам. Таптым, бар екен отыратын жерлер. Анау кетіп бартқан көрші қыз бен жігіт қой, талдардың арасына кетіп баратыр. Сондай ғадин айтып отырсың. Сосын бар ғой, яқта көбісі iPhone телефон ұстамайды екен. iPhone бірең сәрраңы ғана қолданады. Ал көбісі бұлай қарап тұрсаң, бәрі Samsung, қандай бай болса да iPhone бүйтіп ұстап жүрген көрмейсің. Өздерінің рекламасын жақсы жасайды, өздерінің компанияларын қатты қолдайды, міне дамитын адамның бір фактісі. Өздерінің бизнестерін өздері жүргізеді, халық арасы болып ше. Халық арасы болып қалай кетті. Керек емес затты әкеліп тастай береді. Яқта колонка, неше түрлі заттар тұрды. Бүп-бүтін қарасаңдаршы, коляска бәрін яқта тұрды. Керек емес, қолданбаймыз деген заттардың бәрін осы жаққа осындай жерлерге тастап кете береді, короче, бұлар. Чатам. Маған қара, қатты. Блок түсіріп атқанға. Парковкаларда мынандай ғой. Қоя салатын машиналар, мусор жатады деген сияқты, короче. Мусорларын бүйтіп қойып кетеді, тастап. Мусор жинайтындарға өздері алып кетеді. Мен қазір қай жерінде келе жатқанын білмеймін. Просто әшейін жүрмін. Қаяққа бұрыламын там. Примерно ориентирім бар, келген жағымның. Но именно қай жер екенін таппай қалдым. Тауып аламыз ғой енді. Мен памятім андай ғой, жүрген жерлерім тез жаттап алам да. Жол патрульдік полициялары адаммен вежливо сөйлеседі, түсіндіріп, сондай бір жақсы сөйлеседі да. Сосын кез келген бір болмаш нәрсеге документті көрсетіңіз деген сияқты ондай нәрсеге вообще тоқтатпайды. Сен егер жол ережесін бұзсаң, айыппұл дейді ғой. Сондай төлетеді. Обязательно төлейсің, онда келсейік әке деген мұндай нәрсе жоқ. Бір өзінше бір андай жүріп тастаған, бір машинамен жүріп тастаған, көріп тастаған адам сияқты айтып жатырмын. Айтайын дегенім, бояқтың үйлері тұрғызылған кезде астына қарасаңыздар 4-5 стойкалар бар ғой, колонна. Сондаймен ғана тұрады көбісі. Соны өзім бір құлақ болатын сияқты болып көресіңдер, но бірақтан мен естуімше, көпшіліктің айтуы бойынша бұл жақта үйлер колоннаның өзі темірлермен жасалынады екен. Қатты темірлермен, қатты темірдің жұмсағы бар міне, жындық қуасын. Темірлермен жасалады деген, сонымен тұрады екен. Жаңа қай жағымен келдім ей? Атмосферасы бір қызық, шетел екені білінеді, сезіледі. Бізде лежащий полицияны кішкентай болып, мынақта үлкен төңпешік кәдімгідей машиналар үстіп өтеді. Ана ЖК-лар ғой, короче, біздің тілмен айтқанда.
Құдай қаласа тағы да бір жақсы влогтармен, жақсы бір жаңалықтармен, жақсы бір көріністермен сіздерді қуантам деген ойдам. Рахмет көп зейін салып тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге. Көріп отқан жандар әдемілеп лайк басып, қолдап, поддержкілеріңізді аямай, астына пікірлеріңізді қалдырып, тағы да қандай жерлерін көргілеріңіз келеді, сол жерлерді жаза кетіңіздер. Мен сіздерге барынша әдемілеп көрсетуге тырысам. Жарайды, жақсы. Бай Абдулла.